Барлығыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен таңғы асқа өте дәмді, өте жұмсақ, майсыз панкейктер дайындайтын боламыз. Бізге ең алдымен жұмыртқаға қантты қосып алып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Содан соң жылы сүтімізді құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Ал енді ұнымызға қопсытқышты қосып, жақсылап тұрып елекпен өткізіп қамырымызға саламыз. Мұнда кішкентай мөлшерде қосып отырып жақсылап араластырамыз. Барлық ұнымызды қосып ерітілген сары майды құямыз және жақсылап тұрып тағы да араластырамыз. Қамырымыз дайын болды. Ал енді қызып тұрған табаға қамырымызды құямыз. Табамыз міндетті түрде қызып тұру керек және құрғақ болу керек. Ешқандай да май құймаймыз. Міндетті түрде қыздырып аламыз. Және кішкентай мөлшерде табаға салып пісіріп ала береміз. Және де қамырымызды құйғаннан кейін шамамен 1 минуттан кейін байқасаңыздар беті осындай көпіршік және тесіктер пайда болады. Бұл қамырымызды аудару керек деген сөз. Осылай жайлап панкейкімізді пісіріп ала береміз. Ас болсын.